Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге диаграмма жасау жолын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге Word документ ашу керек болады. Содан кейін вставкаға барамыз, таблицаға барамыз. Өзімізге керек мәліметтерді енгізу үшін бірінші таблица жасап аламыз. Осы жерде бірінші номерлейміз, яғни нумерация қоямыз. Содан кейін мында оқу жылын, сапа және де мында үлгерім деп жазамыз. Мысалы, оқу жылы бізде 2020-2021 болсын. 2021-2022, 2022 және 2023 жыл болсын. Содан кейін сапа, өзіңіздің сыныбыңыздың сапасын жазасыз. 45-50 мысалға. Енді әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жерде мен тек сапа мен үлгерімді көрсетіп жатырмын, бірақ алайда диаграмманы түрлі өзіңіздің неңіз бойынша қолдануға болады. Үлгерім енді барлығында 100%, егер үлгермеуші оқушыңыз болмаса әрине. Содан кейін жоғары жағына өзіңіздің мәліметтеріңізді жазып қоюға болады, ат жөндеріңізді. Содан кейін мынандай бізге диаграмма қою керек болады. Енді диаграмманы қою үшін біз ең алдымен вставкаға барамыз. Содан кейін диаграмма деген пәрменді басамыз. Осы жерде бізге әртүрлі үлгілерін береді, яғни әртүрлі диаграмма қоюға болады. Неше түрлі қылып, бірақ бізге ең жақсы тиімдісі гистограмма. Гистограмманы пайдаланамыз. Окей, мына жерде бізге әртүрлі үлгілерін беріп қойған. Соның өзіңізге ұнаған кез келген үлгісін пайдалануға болады. Енді мен бірінші үлгісін пайдаланам. Окейді басамыз. Осы кезде бізге мына диаграмма түседі. Диаграмма түскеннен соң бізде жаңағы берілген категория бойынша жазылып тұрады. Яғни бірінші рядта бізде оқу жылы тұр. Так. Бізде бірінші оқу жылы, мысалы, сапа, содан кейін үлгерім. Мына рядты алып тастасақ болады. Яғни егер қажет емес болған жағдайда біз удалить, бұл жерде столбцы деп белгілейміз, сол кезде алынып түседі. Енді мына жерге жылын жазамыз, яғни оқу жылдарын жазамыз. 2020-2021 дедік. Мұнда 2021-де 2022 дедік. Және соңғысында біз 2022-де 2023 дедік. Егер бізге соңғы несі керек емес болған жағдайда, оны да алып тастауға болады. Выделять етіп отырамыз да, удалить дейміз. Бұл жерде енді строки дейміз. Сол кезде алынып түседі. Осы кезде, осыны пайдаланғаннан кейін, міне бізге бәрі түсті. Яғни бізде өзі автоматты түрде сізге мынандай бетше шығарып береді, Excel бетше. Сол жерге жаңағы сапаларыңызды жазасыз. Мен мысалы бірінші жылы 45 дедім, екінші жылы, енді мен ана жерде жазғандарымды ұмытып қалып тұрмын, 50 дедім, және мында үшінші мысалы жылы бізде 55 болды делік. Осында жазып өтесіздер. Үлгерім енді барлығында 100% деп жаздық қой. Сол 100%-імізді жазамыз. Барлығына да 100% деп жазып шығасыздар. Мінекей, сол кезде сізге барып, мұнда өзі, міне, біріншісі 45 болған еді, яғни мұнда өзі автоматты түрде сізге шығарып береді. Енді названиясында өзгертуіңізге болады. Мысалы, өзіңіздің жаңағы аты жөніңізді, немесе 4-ші сынып сапа көрсеткіші деп өзіңіз қалай атағыңыз келеді.
солай жасап өтуге болады. Сол кезде міне осылай сапа үлгерім неңіз түседі. Міне мында барлығы да көрсетіп тұр, яғни диаграммада қай процентпен мына үшеуі 100%, мынаны біз енді мен екіншісін 50, үшіншісін 55 деп жазған шығар, мында 55-ке барып тұр. Сол сияқты өзгертуге болады. Осылай жасайсыздар. Егер де басқа мәліметтер енгізгіңіз келсе, жаңағы ашылған Excel файлға сол басқа мәліметтеріңізді жазып отырасыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, игіліктеріңізге жарасын.